Сәлем достар, әр тірі ағзада қоршаған ортаның нақтылы жағдайларында, құбылыстарында тірі қалуды жоғарылататын шабуыл мен қорғанысқа арналған мүшелері болады. Басқа сөздермен айтатын болсақ, қоршаған ортаға бейімделу органдары, азулы тістер, найзадай мүйіздер және де тағы басқа түрлі қарулардың болуы сөзсіз үлкен плюс екені анық. Алайда бұл жерде де адамзат баласы біле бермейтін тұстар өте көп екен. Жануарлар әлемінде кез келген адам біле бермейтін немесе аңғармайтын өзіндік тіршіліктеріне тән қасиеттер, әдеттер мен қызықты әрі сирек кездесетін табиғи ерекше мінез-құлықтары болады. Солай табиғатта өзін-өзі өлтіретін жануарлар да кездеседі. Сіздермен бірге пазл арнасы. Бүгін біз жаратылысынан өзін өлімге апаратын жануар түрлерін көрсететін боламыз. Видеомыз басталмастан лайк басып кету дәстүрімізді ұмытып кетпеген шығарсыз. Ондай болса, дәл қазір лайк басып, арнамызға әлі де тіркелмеген жандар болатын болса, міндетті түрде қызыл подписаться батырмасына басып, арнамызға жазылып кетіңіздер. Біз барлығымыз бірге тез арада 1 миллионнан асып, 2 миллион тіркелуші санына бара жатырмыз. Бұл өте оңай, тек бір-ақ батырма басу. Сізге қиын емес, ал біз өз видеоларымызды тоқтамай жасай береміз. Лайк басып тіркелдіңіздер ме? Онда жалғастыра берейік. Индонезияның Сулавеси аралында біздің жұртқа қорқынышты болып көрінетін баберус атты шошқалардың түрі мекен етеді. Кейде бұғы шошқасы деп те аталатын жануардың түрі 100 келіге дейін жетіп, 110 сантиметрге дейін өсіп жатады. Денесін қоңыр сұр немесе қара сұр түске боялған қатқыл тегіс тері жабады. Аталықтарының өте үлкен жоғарғы сойдақ тістері болады. Енді дұрыстап тұрып тыңдаңыздар. Олар кейде 31 сантиметрге дейін жетеді. Ал енді бұл жерде ең таңғалдырары әлгі сойдақ тістері жоғары қарай өседі. Ол өсу кезінде үстіңгі ерінді жарып өтеді. Кейін доға тәрізді артқа және төмен көз үсті аймағына иіледі. Және уақыт өткен сайын бас сүйегіне кіре бастайды. Бір қызығы, аналықтардың жоғарғы сойдақ тістері болмайды, немесе тіпті жоқ. Кей жағдайларда нашар дамиды. Ең бастысы, шошқаның жасы неғұрлым үлкен болса, мүйіз тәрізді тістер соғұрлым басына терең кіре бастайды екен. Алайда бұл шошқаның түрі аңшылар мен жыртқыштардың көптігі үшін ұзақ өмір сүрмейді. Бірақ оның өміріне басты қауіпті өз тістері көрсетеді. Осының бәрі үшін қазіргі таңда баберус шошқалары жойылып кету қаупінде тұр. Соңғы кезде біз әлемдік мұхит қожайындары киттердің арасында орын алып жатқан суицидті көптеп байқап жүрміз. 1999 жылдан бастап қазіргі таңға дейін әлемнің әр жерлерінде жағалауға үйір-үйір болып қаптап, өздеріне қол салған киттердің бұл белгісіз істеріне жауап әлі де табылмай келеді. Көп жағдайларда олар адам баласы тұрмайтын аралдардың жағалауына да шығып қалып жатады. Сондықтан олардың жыл сайын нешеуі қаза табатыны жөнінде нақты ақпарат жоқ екен. Дегенмен бүгінде ғалымдар теңіз жануарларының өзіне қол жұмсауын бірнеше себеп бар деп отыр. Олардың алғашқысы климаттық өзгерістер. Бұл жорамал бойынша киттер Антарктидадан ағып келген салқын судың кесірінен көз жұмады екен. Олар таяз суға жылыну үшін жүзіп барып, нәтижесінде кейін қарай қайта алмай қалады. Екіншісі әлемдік мұхиттың ластануы. Бұл нұсқаның жақтаушылары өліп қалған жануарлардың ағза мүшелерінде мұнай өнімдері мен тіпті полиэтиленнің қалдықтарын тапқан екен. Үшінші ол паразиттер. Ғалымдар киттердің суицидіне олардың маңызды мүшелерін жеген паразиттер себеп болуы мүмкін деп болжам айтып отыр. Егер бұл ауру тек оның үйірінің басшысына тап болатын болса, ол бүкіл қармағындағы киттерді өзінің артынан ертіп, нәтижесінде жағаға шығып, өлім құшуы мүмкін дегенде гипотеза бар. Төртіншісі ол араша түсу. Киттер әрдайым өз үйіріне қамқор болып жүреді. Егер олардың біреуі қателесіп таяз суға түсіп кететін болса, қалғандары оған бірден көмектесуге ұмтылады. Соның салдарынан олардың барлығы да қаза табуы ықтимал. Бұдан да бөлек көптеген себептер бар. Бірақ олардың барлығы зерттеу барысында. Не десек те киттердің өлімі әлі күнге дейін үлкен жұмбақ саналып отыр. Дегенмен ғалымдар да қол қусырып отырған жоқ. Соңғы кезде осы мәселеге байланысты зерттеу жұмыстары да үдейе түсті. Мүмкін біз жақын болашақта бұл сұрақтың жауабын да тауып қалармыз.
Осы өмірде ара шақпаған адам баласы жоқ шығар деп ойлаймын. Әсіресе кішкентай кезімізде қолымызды немесе бетімізді ара шағып алса, шырылдап жылап тез-тез суық сумен жуынатынбыз. Ара шаққан әр адамның беті басы ісіп, 1-2 күн көзі сығырайып жүреді. Және де басқандай көптеген жағымсыз жағдайлар болып қиналады. Ара шаққан біздің күніміз осындай болса, бізді шаққан әлгі араның күні не болады екен деп ойлап жатқан бірде жан жоқ екен. Негізі адам баласын шаққан араның бірден жан тәсілім ететін сіз білдіңіз бе? Иә, тіпті бал араның өзі де бұны біледі. Ол қорғаныс ретінде шаққанда өзінің соңғы шабуылын камикадзе тәрізді ететін жақсы түсінеді. Оның ағзасы дәл сол сәтте бұл қадамға дайын болады және еш ойланбастан ол өз өміріндегі соңғы шабуылын жасайды. Аяғы жоқ, қолы жоқ жылан қайтып күн көрер. Құйрығы жоқ, жалы жоқ құлан қайтып күн көрер деп Асан Қайғы атамыз жырлапты. Тура сол сөздер тобымыздың келесі 2 орнын дәл сипаттайды. Жыландар кез келген жерде бауырмен жылжып қозғалуға, көлемді заттарды тұтасымен жұтуға бейімделген тіршілік иелері. Оларға бәрібір, әйтеуір аузына сыйса болды, уын жіберіп өлтіріп жұта салады. Солай кейбір жыландар өздеріне тән, яғни басқа жылан түрлерін еш жиіркенбей жей береді. Сөйтсе не керек? Кейбір жыланның түрлері өзінің қозғалып жатқан құйрықтарын көре қала өз-өздерін жей бастайды. Әрине, осылай өз-өзін жеп қою ең ойға қонымсыз өлімнің бірі болғанымен, табиғатта осындай жағдайлар болады. Тіпті жыланды ұзақ уақыт бір жерде жалғыз ұстаса, ол өзін жұта бастайды екен. Ал енді құлан немесе есек тәрізді басқандай тұяқтылар жайлы айтатын болсақ, олар өздеріне қол салатын басқа жануарларға қарағанда әдейі барып өле қалмайды. Жай есектердің тұяқтары тез өсіп, өмір сүруге қатты кедергі болады. Тіпті жануар тез арада жүре алмай қалып, жатып өліп кетуі де мүмкін. Бұл жануар түрлерінің тұяқтарын жиі қиып ұштап отырмасаңыз, олар жүре алмай қатты қиналады. Иә, үй жануарлары ғасырлар бойы қасымызда болып, адам баласына үйреніп қалғаны соншалық, бізсіз олар шынымен де өліп кетуі мүмкін. Мысалы, қойлардың жүнін алмасақ та болмайды. Әрине, қойдың пайдасы мал шаруашылығында мол. Қазақта мал өсірсең қой өсір деген сөз бекерде айтылмаған. Оның терісі мен жүнінен ғасырлар бойы ата-бабаларымыз пайда көріп келе жатқан. Тіпті қазірдің өзінде бұл өте тиімді бизнестердің бірі болып келеді. Бірақ сіз білесіз бе, егер қойдың жүнін қырып алмаған жағдайда, ол нормасынан асып өсіп, оның өмір сүруін әбден қиналтады. Алдымен тым ыстық болады, кейін әрине ауыр. Бара-бара көздері жүнмен жабылып, олар еш нәрсе көре алмай қалады. Одан кейін жүн арасындағы паразиттер де бар. Ақыры ыстық пен ауыр салмақтан әлсіреген қой қышынып, әр жерлерге үйкеліп, қасынып, соғылып, өліп кетуі де мүмкін. Үй жануарларының өмірін кез келген жағдайда адам баласы құтқарып қалатын болса, даладағы жануарлар өздерінің қиындықтарымен бетпе-бет қалуға мәжбүр. Солай мүйізді жануарлар жиі жағдайларда өз қорғанысына, не шабуылына арналған мүйіздерінің құрбандарына айналып жатады. Дәл осылайша бұғылар көбею барысында басқа аталықтар мен ірі бұталы мүйіздермен төбелесе түседі. Ал бұл мүйіздер әрине өте қауіпті болып келеді. Мойын мен омыртқаны сындырып жіберуден бөлек, жекпе-жектен кейін өліп қалған бұғылар кейде мүйіздерінде өзінің қарсыластарын іліп алып кетеді екен. Әрине, өздеріңіз түсініп отырғаныңыздай, олар әдейі оны іліп алмайды. Жай ғана бұта тәрізді мүйіздері ілініп шатасып кетеді. Басқа сөзбен айтатын болсақ, әлгі ұтып кеткен жануар өлген жануарды өзінің басында іліп жүреді екен. Ал одан енді құтылу мүмкін емес. Солай ерте ме кеш пе мүйіздері байлаулы жануарлар өледі. Дала арқары да кейде өз мүйізінің құрбанына айналып жатады. Арқарлардың мүйіздері екі жаққа қарап өсетінін барлығымыз жақсы білеміз. Алайда кейбір жағдайларда мүйіз ішке қарай қарап өсіп, жануардың бас сүйегіне кіріп, азапты өлімге әкеп соғады. Әрине, мүйізі қисық өскен жануарлар қолда өсетін кездерде иелері жай ғана мүйіздің шеттерін кесіп отырады. Бірақ алдында ғана айтып кеткендей, далалы жануарлар өз ажалдарымен бетпе-бет қалып, қиналып, өз ағзаларының құрбандарына айналып жатады. Бұл бейне кадрлар жүректі ауыртқаны соншалық, қасына келіп бұл азапты өлімге кедергі болып, жануарды құтқарғың келеді. Жарайды, енді аянышты жағдайлардан батылдықтың керемет көрінісіне назар аударайық. Африкалық құмырсқалардың бір түрі қауіпті бір нәрсені не олжаны көре қалған кезде оған артқы жағымен айналып, ол затты шашады. Санаулы минуттардан кейін әлгі құмырсқаның өзі арқасына құлап, өлгенше аяқтарын тарбаңдатып жатады. Ал кейбір құмырсқалар мүлде ол заттарын спрей
тәрізді шашпай, өздері жарылып кетіп, әлгі уын шашып өледі. Және бүгінгі топтағы барлық жануарлардан өзінің дәрменсіздігімен ерекшеленетін ол тасбақа. Ойлап көріңізші, бұл тіршілік көзі қалай өзін-өзі өлтіру мүмкін? Қалайша, егер оны қоршаған ортадағы қауіптен қорғайтын қалқаны әрдайым өзімен керек кезде тығылып қалады емес пе өз үйшігіне? Сену қиын, бірақ оны өлтіретін дәл сол қорғаны екен. Тасбақаның абайсыздан төңкеріліп қалуы өлімге тең. Ол арқасына құлаған жағдайы енді қайта қалпына тұра алмай қалуына және өлімге әкеледі. Әрине, егер оның қасында адам болса, көмектесіп жіберетін де шығар. Алайда төңкеріліп қалған тасбақаның өзі түсінбесе, басқа кім түсінеді? Сондықтан мұндай жағдайды көрген тасбақа өз тұқымдасын ешқашан қиын жағдайда қалдырып кетпейді және көмектесіп өлім аузынан алып қалады. Достар, және ең бастысы, қандай да бір қиын жағдайда біреуге сіздің көмегіңіз қажет болғанда, жай ғана кетіп қалмай көмек көрсетуге ұмытпаңыз. Себебі сіз де біреуді ажалдан сақтап қаларсыз. Мейлі ол адам, жануар, жәндік болсын. Әр өмір ол бағасыз нәрсе емес пе? Әрине, бүгінгі видеомыз ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, пазл арнамызға тіркеліп, және осы видеоның сипаттамасындағы барлық әлеуметтік желілерімізге тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Бүгінге осы пазлға жазыл.